Жыл сайын нақты бір күні бақилық ата-бабаларымыз біздің әлемге оралады. Сапарларыңыз сәтті болсын. Отбасы достарымен қауышу үшін. Бірақ бірде-бір тірі жан олардың әлеміне барып көрмеген. Енді фильмді өздеріңізбен бірге бірінші рет көріп тұрмын, шынымды айтсам. Тек мен жазу барысында гектарды ғана жаздым, кеттім. Бір 3 күндей уақытымыз кеткен болатын. Жұмыс барысы өте қызық болды. Әсіресе мына бұл тек сөздер ғана емес, әндер көп болғандықтан бұл анимацияда сол ең қиын, күрделі және қызықты бір жүректі қозғайтын сәті жұмыс барысында сол «Ұмытпа сен» әні. Ағылшынша Remember Me. Сол енді барша халықты шақырам. Өздеріңіз көрдіңіздер, біздің қазақтың менталитетімен өте ұқсас келеді бұл фильм. Барлық халықты, балаларын, үлкенінде, кішісінде бәрін «Коконың құпиясы» фильмін көруге шақырамын. Шын жүрегіммен. Данте, тоқта! Қасымда бол, балақай! Біз қайда екенімізді білмейміз. Дисней мен Pixar сынады. Дориді іздеу жолында сезімдер таласы, қуыршақтар хикаясы өндірушілерінен. Не болып кетті? Сені сапарға шақырады. Мигель? Мен сіздерді қайдан танимын? Олар сенің отбасың. Ол бәрімізді біріктіреді. Сені үйге қайтару керек. Шамамен осы «Коко құпиясы» болмаса басқа да Дисней компаниясының туындыларын дыбыстауға шамамен 2 айдай уақыт кетеді. Бірінші айымыз ол текстті өңдеу, мәтінді өңдеу, оны үйлестіру, оны аудару деген сияқты жұмыстар болатын болса, және де кейіпкерлерді таңдау, яғни кастинг болатын болса, екінші айымыз ол жазу барысы, яғни дубляждау, дыбыстау барысы. Кейіпкерлер бұл жолы көп болды, бірақ бұл жай ғана кейіпкерлер емес, бұл жай ғана әртістер арасындағы жасайтын кастинг емес, себебі бұл музыкалық туынды. Сондықтан біз ән айтатын, ән айтуға шамалары жететін тенор, сопрано, бас сияқты бір ерекше ән айта білетін театр актерлары, кино актерларын іздедік. Әрине оңай болған жоқ. Ал ең қиындығы және ең ерекшелігі осы туындының ол туындының басты кейіпкері Мигельдің өзі. Ол бар болғаны 12 жастағы бала, бірақ өнерге өте қатты қызығады, құлшынысы мол. Дәл сондай болашақ жұлдызды таба білдік деп ойлаймын. Ол жас актер, қазір таңда киноға түсіп жүрген, сериалдарға түсіп жүрген, сонымен қатар Диснейдің басқа да туындыларын дыбыстап жүрген Ағарыс Әшімхан атты 12 жасар жас бүлдіршін, бірақ талабы таудай жеткіншек, былайша айтқанда. Бұл әрине оңай болған жоқ, ерекше жерлері көп, драмалық тұрғыдан, комедиялық тұрғыдан алғанда өзінің орнын таба білетін туынды. Ең бастысы бұл отбасылық туынды. Бұндай дүниені тек қана үлкен буын болмаса жас бүлдіршіндеріміз емес, барлығы бірігіп отырып көретін туынды. Алып түйеріміз мол. Сонымен қатар мына қазақ халқына бізге жат емес, жақсы дәстүрлерді, ерекшеліктерді көрсете біледі. Оны көрген көрермен өзді байқадау деймін. Көру керек бұндай туындыны. Бұл бізге керек. Өзіміздің тілімізді барынша замана сай қылдырудың бір мүмкіндігі осы дубляж сияқты, дыбыстау сияқты бір тәсілдер. Киноға атсалысқан азаматтарға, аудармашыларға бірінші кезекте және де дубляж мамандарына рахметімізді айтқымыз келеді, менің ұлыммен бірге. Себебі сапа керемет. Кәдімгідей үйіп қарадық. Құрметті көрермендер, құрметті қазақ тілді қауым, жай ғана клавиатураның алдында қазақ тілі ойбай бүйтіп жатыр, сөйтіп жатыр деген әңгімені қойып, керісінше теңгемен қолдаңыздар қазақ тілін. Келіңіздер киноға. Осындай киноларға келіп, өздеріңіз бар екендіктеріңізді көрсетсеңіздер, бұндай киноларға көңіл көбірек бөлінеді. Бұндай киноларды аудару көлемі ұлғая түседі. Бұндай кинолар көбейе түседі. Демек, кинотеатрларда қазақ тілді дубляжданған кинолар көп болады. Демек, қазақ тілді аудиторияда кеңейеді. Демек, қазақ тілі актуалды тіл болады. Сондықтан келіңіздер, көріңіздер. Қош келдіңіздер. Мәлімдейтін бір нәрсеңіз бар ма? Негізінде бар. Міне.
Коко құпиясы. Барлық кинотеатрларда.